деп отыр едім көк талды. Bir кішкентай маған қарай оқталды. Рұқсат сұрап жайғасты да жанма. Аға сенде мама бар ма деп қалды. Не дерімді білмей қалдым тіл жұтып. Кірпігімді алдым жасқа шылқытып. Bir сұрақпен жылатып аппалай. Енді менің жауабымды түртіпті. Айналайын тағдыр неге қаталсың? Кішкентайға неге мұңды батырдың? Ана деген аяулы бір жүректі неге ерте алып кеттің, жасырдың? Жетім көңіл жәудірейді жалпақтап. Күтіп жүр ғой есік жаққа телміріп. Естисің бе сәби үнін жарық күн? Анашым деп шақырады елжіреп. Үндемедім жауап қатып не етемін? Халі таныс бұл кішкентай көкенің. Анам бар деп айта алмадым, ал не? Білем оның анасы жоқ екенін. Анасы оның мәңгілікке аттанған. Әкесі жоқ темір торда сотталған. Екеуінен бірақ демде көз жазып. Жетімсіреп қалған солай тәтті арман. Айналайын тағдыр неге қаталсың? Кішкентайға неге мұңды батырдың? Ана деген аяулы бір жүректі неге мерге алып кеттің, жасырдың? Жетім көңіл жәудірейді жалтақтап. Күтіп жүр ғой есік жаққа телміріп. Естисің бе сәби үнін жарық күн? Анашым деп шақырады елжіреп. Бүгін кешке мамам үйге келеді деп балақай тәтті үмітке сенеді. Жұмысына кеткен дейді атасы, алдап қана жұбатуға көнеді. Кішкентай ғой оған қалай нанбасын? Көңілінде әлі үзілмеген арманшын. Өзі жемей мама келсе берем деп бір қолына қысып апталмасын. Аңсап жүр ау көргісі кеп шамасы. Кішкентайдың сағынышын қарашы. Атын айтып айқайлайды еркелеп. Бірақ үнсіз қала берді анасы.